Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін өте дәмді сүзбелі пирог дайындаймыз. Бұл пирог өте нәзік болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер. Пирогты дайындау үшін бізге 250 грамм ұн қажет болады. Ұнның үстіне 100 грамм майды саламыз. Яғни сары май суық болса болады. Қолмен ұсақтаймыз. Содан кейін бір кішкентай қасық қопсытқыш, 80 грамм қант, бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып, басында қасықпен араластырамын. Содан кейін қолмен қамыр елейміз. Қамыр қолға жабыспайды және өте жұмсақ болып шығады. Қамырды 5 минутқа шетке алып қоямыз, содан кейін салмасын дайындаймыз. Салмасына 350 грамм ірімшік, 100 грамм қант, 2 үлкен қасық қаймақ, 1 жұмыртқа және 1 үлкен қасық кукурузды крахмал қостым. Салмасын блендермен араластырып ездім. Егер сіздерде блендер болмаса, онда жұмсақ ірімшік алыңыздар және шанышқымен біркелкі етіп араластыруға болады. Салмасы дайын, біркелкі форма болып шықты. Енді қамырын дайындаймыз. Мен ол үшін формаға май жақтым, сары май, және осылай қамырды салып, қолмен басып, пирогтың формасын келтіремін. Енді салмасын саламыз осы қамырдың үстіне. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіресіздер. Пирог дайын. Енді кішкене су тастар, жарты сағат, содан кейін формасынан аламын. Менде пирогтың үсті қарайып кетті, себебі пеште уақытынан ұзақ тұрып қалды. Бірақ сіздер тура уақыт бойынша пісірсеңіздер, олай болмайды. Пирог өте дәмді, нәзік болып шыққандықтан сіздермен бөлісейін деп шештім. Сондықтан жасап көріңіздер, көп уақыт алмайды. Егер осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, видеоның астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және каналыма тіркеліп қойыңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаңызға ас болсын.